Менің қызым. Менің қызым бұл. Менің қызым. Басың істей ма? Менің қызым. Бахтияр, менің қызым дейм саған. Менің қызым. Менің қызым. Менің қызым. Менің қызым. Әкел. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. Can, біздің баламыздың психикасы үшін мен сен вообще ашуландырмауға тырысамын, аха? Вообще ашуландырмаймын сені. Жан, мен әлемдегі ең сабырлы аяқ ауыр әйел мен болам. Жаным сол ақылдым мен. Не істеп отырсыз? Не үшін кәмпитті шоколад жеп отырсыз? Адам нервысына тиді. Енді мен балам нервный болып өсетін болды. Не істеп отырсыз сен мені жұбатпай? Жаным, ақ кеш. Не мен айтып жатқан едім, жұбатып жатсыз, керек емес маған. Енді тек мен балам үшін пайдалы тамақтар жейтін боламын. Алма жеймін, банан жеймін. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the... Оу, девушка, не алып жалғыз жүрсің? Продуктыға барғанмын ғой жаңа, сол машинам жоқ, кетіп бара жатырмын. Қыз баласы жаяу жүргенде андай кезде жүр отыр да үйіңе апарып тастайын. Сіз қорықпайсыз ба, андай кезде машинаға отырғыза бересіз ба? Жоға қарындас, иммунитет деген жатыр ғой. Жүр отыр, сіз маған қазақпыз ғой, кетіп тастайын. Все, келді қарындас. Вы такой добрый человек, спасибо. Рахмет сізге, қанша берейін? Ешқандай ақша керек емес, от души. Давай, жол болсын қарындас. Карантин деген надоел уж. Ақша жоқты оны создырып еще бір тиын қалмады. Продукт дейді, нені алмау? Тым нанты бір пайдасы жоқ жатып жер. А вы знали, что одно мужское яичко стоит 2 миллиона евро? И мужчина может полноценно прожить всю жизнь с одним яичком. Ну чё, пацаны, теперь живите с этой информацией. Гули! Ал, давай. Ой, болды, все, рахмет, Жан. Оқашық. Гули? Киімдерің бәрі кір болып қалған ба? Әкел жуып берем. Саған киімдер бар ма? Жоқ, басқа киімдер жоқ, осыны жуасайшы. Гули, қарным ашып кетті. Кел онда тамақ салып берем. Рахмет. Жан, сен мен еңбегіңді бағалап iPhone 7 берейін деп жатсың ба? Рахмет. Бұл саған емес, бұл менің оқырмандарыма, менің достарыма жазылған үшін бір адамға сыйлайын деп жатырмын. Ой, а маған ше? Саған керек болса, менің подпискамды бүкіл достарыма жазу, историямды бақылап отыр, и все. Сосын менің махаббатыма жететін шығарсың, да? Басеке, кірсен бола ма? Кір бер. Әкелдің ба? Әкелін таппадым. Әкелдім. Мынау не екен білесің ба? Саусақ. Потолок бұл. Әкелдім, Басеке. Көрсет. Бірақ жерімнен бер жерді қойып тастады орнына. Болды онда, боссын бар, кете бер. Айтпақшы, Басеке, неге бадикпен алдырғансың бұлай? Бұның бәрін оқырмандарыма өтіп жатырмын. Сосын, оқырмандарыма ойнатып жіберемін. Қатысу үшін не істеу керек? Қатысу үшін мен Инстаграм білесің ғой. Соның ішіне кіресің да, подписки бөлімдегі барлық достарыма тіркелесің. Болды, сосын кейін барып. Саламатсыздар ма әпше? Ойбай, келдіңіздер ме? Ойбай, не болды? 2 күн болып еді, үйден шықпағанда осындай болып қалды ғой. Болды, түсіндім. Бұны емі сіздер бүйтесіздер. Бір апта бұны қаңғыртып жібересіздер ғой, үйден шығарып жібересіздер. Барып, өзі қаңғырып келсін. Болды ма сонымен? Жоқ, мен емдеймін ғой, ойбай. Әлі болған жоқ қой, мен бітіп қалса. Қазір мен бояйын бұны. Татуаж қап-қара тас, биді айырады, мына қарындас. Билегенін көрген сайын кетеді бас. Ойбай, болды ма сонымен бітті ме? Жоқ.
ақша бересіздер, сөйтесіздер де ресторанға жібересіздер. Лаж болса мини юбка кийсін, суретке түскен кезде қысқа киіп түстің анау мынау деген әңгімелерді айтпаңыздар. Ешқандай ұрыспаңыздар. Қатты сөйлеуге болмайды бұндай кезде. Бір аптадан кейін нормальный болады өзі, иә? Бопты, жақсы қыздар. Рахмет. Ойбай. Мен де сол 4 күн жаққа барып келемін, айтпесе менде де сол бір бәле басталып жатыр ғой. Лапада күрек, сердце жүрек. Ой, наватка, беспонтовый ғой. Конечно, 2020 біздікі қалай болады достар? Ой, конкретно ғой, лимузин. Үстіне самолеттер. Самолеттер. Аты пақ, мұқ. Конкретно лодырысымен. Иә, мұғандер көтеру ба? Күндіз беташармен болады. Шоу ма? Иә да. Конкретно 2020 айран. Кім олар? Асылмайым братан. Поставка ғой. На. Не бұл? Аттестат. Құтты болсын. Қайсыңдар өте жүріңдер. 2020 соңғы қоңырау. Біз сізбен біргеміз. Достарым белгілі. Қайдасыңдар том 20. Карантиннің басында. На мемлекет деген бар ғой ше, демалысты беріп жақсы болды. Балаларымыздың түрін көріп қалып, бір дастарханда тамақ ішіп рахат болып қалды ғой құрсын. Үй жандарым, жеңдер, тамақ ішіңдер. Қандай күшті болып отырмыз қазір мысалы ше. Анашым, қарындасым. Ағатайым. Ойбай. 6 күннен кейін. Неменеге сораптап ішіп отырсың, дұрыстап іше, ағызбай, тамызбай. Сен неменеге қалай жеп отырсың, айналайын, қасықты темірмен бірге жейсің ба, не қыласың? Қайсана туалетте? Шықсай? Ара тұрып ойнаңдаршы, жапса бермей.